Қызылорда облысы әкімінің кубогы. Иманғали Ахилбай, Ернұр Амангелді. Е4, С5, Сицилиян қорғанысы, А3, А6, осындай қи тұрқы вариант бар, бірақ бұған алданбайды әрине ақтар. С3, Д5, Алапин вариантына көшіп кеттік. Еді, уәзір Д5, Д4, Е6, Пл2, CD, мынау оқшауланған сарбаз. АЦ6, АЦ3, негізгі орталықтағы уәзірге шабуыл жасау, уәзір D8, Пл3, Пл6, рокировка, АТФ6, уәзір D2. Екі тураның байланысын орнату және уәзірді тамаша орналастыру. Рокировка тура FD1. Айтарым сіздерге міндетті түрде негізгі орталықтағы оқшауланған сарбазды қосымша қорғау керек. Пл Б4, не себепті бұлай жүргенін түсінбей тұрмын. Ат негізгі орталыққа барды. Пл Д7, А3, Пл Е7 және Пл F3. Дәл қазір қарсылас деген АЦ6, Пл С6, бұлай деген сияқты БЦ, соң кейін мынау оқшауланған сарбаз болады, артта қалған сарбаздардың бірі болады. Пл Е8 және Б4. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта ем еркін шабуыл жасаңыздар болады. Ат Д5, алдық алдық және уәзір А2. Енді соққыларды есептейміз 1 және 2. Қорғайтын біреу ғана. Неге негізгі орталықтағы сарбаздалды мен түсінбедім мүлдем. Д-Е, енді мынау өтетін сарбаз өте осал 1, 2 және 3. 3 жақтан біз деген қазір осыны жейміз деген сияқты. Пл С6, Пл Д5, алдық алдық және тура Д5. Жалпы қаралардың жағдай өте нашар. Ең бастысы істейтін іс жоқ. Біреуге шабуыл жасауға мүмкіндік жоқ. Уәзір С8, тура Д1, батареяны құрдық, уәзір Е6 және F4. F4 әрине негізгі орталықтағы сарбазды қосымша қорғау керек. А5, уәзір F2, мүмкін F5, F6 деген іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін шығар. D8, алдық және уәзір D2. Естеріңізге сала кетейік, біздің патша қанатында 4 сарбазымыз бар, ал қарсыластың бар болғаны шақ сарбаз бар. Пл С7 тағы біреуін аламыз. Енді қосарланған сарбаздар болса да бәрібір артық деп отқан ғой. H5, уәзір С3, Пл D8, уәзір Б4, уәзір D5. Қаралардың шын мәнінде істейтінісі жоқ. Тек қана осы ақтардың не істейтініне ғана қарап отырады деп отқан ғой. Уәзір D2, уәзір А5, алдық. Жағдай тек қана нашарлады, өткені енді мына басымдық патша қанатында ол тек қана ұлғайып бара жатыр. Патша F2, ойынның соңындағы патшаның белсенділігі. F5. Өткелде алу ережесі, бұл немесе соғылған шаршы деп аталады. EF, бұлай және F5. Бұл Капабланканың ережесі, егерде сіздің піліңіз қара болатын болса, онда міндетті түрде сарбаздарды ақ түске орналастырыңыз. B5, патша G3, патшаның белсенділігі өте маңызды. Қазір мына сарбаздың түбіне жететін сияқты. E1, Пл F2, C3 және патша H4, бұлай және Пл G3, осымен ойын аяқталды. Неге? Мына сарбаздан айырылады, содан кейін мынау барады, содан кейін бұлай және өтетін сарбазы сой ұйымдастырады. Мынаған шабуыл жасауға мүмкіндік жоқ, өйткені Пл D6 деп қорғап алады. Осылай